Сәлем, сенімен бірге мен халықтың фаризасы, практик психолог, долларовый миллионер, ақша және қарым-қатынас эксперті. Бүгінгі талдайтын тақырып состояние және энергия туралы болмақ. Бұл тақырып қызық болса, каналға жазыламыз, лайк қоюды ұмытпаймыз. Ендеше кеттік. Ең бірінші айтқым келетіні, бұл тақырып өте бір қызық тақырыптардың бірі, әрі барлығын айтып талдау бір видеода мүмкін емес деп ойлаймын. Дегенмен де жалпы состояние деген не, онымен қалай жұмыс жасау керек, неге ол маңызды, осы нәрсені айтқым келеді. Ең бірінші, бізде ешкім состояниемен жұмыс жасауға тәрбиелемейді. Мектепте де, универде де біз сыртқы факторға көбірек мән береміз. Яғни ішімізге емес, сыртымызға мән береміз. Мысалы, қалай айтсақ болады, мектепте 5-ке оқысаң, сен күштісің, молодецсің. Бірақ сен оны қалай жетіп жатырсың, зубрить еттің ба, жыртылып оқыдың ба, қызық емес ше. Бәрі сыртқы нәтижеге мән береді. Немесе үйде де бізге қалай айтады, жұрттың баласы, анау сияқты бол, мынау сияқты бол дейді. Бірақ өзіңнің ішкі менді аш, сен вообще нені қалайсың, қандай болғың келеді, не сезініп тұрсың деген сияқты баланың сезімдеріне, ішкі әлеміне акцент тағы қойылмайды. Сәйкесінше адам өмір бойы тек сыртқы дүниелерге операция үйреніп қалады, ішкі опора жоқ. Ішкі жаңағыдай сезімдерді түсіну жоқ. Біз тек сыртқы әлемге ғана қараймыз. Сол үшін көп адам сырттан мотивация іздейді. Біреуді қарады, анада мотивация алады, бір әрекет етеді, сонымен өшіп қалады. Бұл жерде де мәселе ішкі состояние дұрыс болмауында жатыр. Ол өзінің қай жерінде газ, қай жерінде тормоз екен білмейді, қалай әрекет ету керектігін өзі түсінбейді. Сол үшін адамдар ментор іздейді, наставник іздейді, түсінбейді, қайда бару керектігін, не істеу керектігін, өзін ести алмайды. Осы жерде бір үлкен тағы да проблема шығады. Адамдар түрлі курсты өтуі мүмкін, менторлыққа бару мүмкін, нәтиже алады. Сол курстың барысында, курс біткеннен кейін бұрынғы деңгейіне қайтадан түсіп кетеді. Неге олай болады? Себебі ол жақта тағы да біз белгілі бір навыктарды үйренеміз. Мысалы, ақша табуға үйрететін бір курс дейді, таргетолог болсын, продюсер, маркетолог, бізде қазір нарықта өте көп. SMM барып үйренеді, қабілетті алды, бірақ қалай өзінің ішкі әлемімен жұмыс жасауды әлі білмейді. Өзінің қорқыныштарымен, күмәнімен, жаңағы ішкі бір толқулармен жұмыс жасауды білмейді. Дәл мектепте бізге оқу жазуды үйреткенде, университетте белгілі бір мамандықты үйреткенде, ол ананы қалай жасау керек екенін технически үйреніп алады. Бірақ ішкі состояние тақырыбы тағы да жабық. Бұны енді технически білімді беріп тұрған адам оны үйрете алмайды да. Мышление деген тақырыптарды өтуі мүмкін, бірақ мынандай ғана ақпараттарды алып шығасың. Сәйкесінше адам қайтадан төменге кетеді. Негізі ары-бері ойнақшып жүруінің басты себебі де осы да, адам осознанно өзінің состояниясымен жұмыс жасауды түсінбейді. Ол үйреніп алу мүмкін. Мысалы, бұрын бізде классикалық терапияда 1 жылдап, 5 жылдап терапияға барады. Мен өзім де солай 3 жылдық терапияда болған адам. Это өте көп. Бұл жаман немесе жақсы деп айта алмаймыз. Ол белгілі бір жағдайда көмектеседі, бірақ адам соған үйреніп қалады. Ол үнемі өзінің ішкі әлемін естуді ұмытып қалады, өзін тыңдауды ұмытып қалады. Ол бірден барып, жаңағыдай психологқа жүгіруге тырысады. Болмаса адамдар курс алмаса тұра алмайтын, проблемасы болып тұрған кезде өзінің басын қоса алмайды, жауапкершілік ала алмайды, сосын ол белгілі бір курсқа жүгіріп кетеді. Ал бұл үлкен кәдімгідей дабыл. Неге? Себебі адам өзінің состояниясын өзі басқаратын деңгейге жету керек. Осы кез негізі ересек тұлғаның амалы әрекеті болып саналады. Но болады, егер бір қиын жағдай болса, ата-анадан айырылу, үлкен бір бизнестің қирап қалуы, банкрот болуы, баланың жаңағы ауруы, өлімі, тағы мәселелерде шынымен де мамандарға жүгіну керек, егер өзіміздің состояниемізді өзіміз түсінбей реттей алмай жатырса. Ал басқа уақыттарда адам өзін алып шыға алатындай деңгейде болу қажет.
әсте. Дегенмен де бұны білмегендіктен состояние тақырыбы жабық күйінде қалып кетеді. Состояние не дейтін сұрақ туындайды. Бұл біздің ішкі энергиямыз, ішкі хал ахуалымыз. Яғни мен не қалаймын, не ойлаймын, не сезініп жатырмын, нені армандаймын, маған мына киім ыңғайлы ма, осы жерде отырған ұнай ма деген сияқты өзіңнің комфортыңды, өзіңнің жағдайыңды жасау және сұрау. Бізде андай ғой, шыдап үйреніп қалғанбыз да. Неге? Себебі бала кезден бізді сол нәрсеге тәрбиелейді. Яғни ата-ананы бұл жамандау емес, немесе олар кінәлі деп кінә тағу емес. Бұны түсініп, тек қана мен жұмыс жасай аламын, мен жауапкершілік аламын. Мысалы былай, сен бір көйлекті қалап тұрсың, кішкентай кезінде, ата-анаңа барып айтасың, мен осындай көйлекті хочу. Енді мүмкіндік жоқ, ақша жоқ, қазір ала алмаймыз. Потом, қазір бұл не актуально, важно емес. Жарайды, сен бір жауап қоясың. Тағы да барасың, мен мынандай ойыншық алғым келіп тұр дейсің. Ол ойыншықты қайтесің, тағы мыңғыр ойыншығың бар деген әңгіме естуі мүмкін. Сен тағы да қалауыңды басасың. Солай келе адам өзінің қалауларын, өзінің сезімдерін айтпайды. Немесе бізде андай бар да, бала кезде жақсы қыз ашуланбайды, ұлдар жыламайды, сен жігітсің ғой, сен жылама деген сияқты баланы қатырып тастайды. Содан кейін ол өзінің сезімдерін ұмыта бастайды, елемеуге тырысады. Жанына батып ауырып тұрса да ауруын көрсетпейді, күліп тұрады. Немесе оны әзілге айналдырып жатады. Бірақ іші жылап жатыр. Ішіндегі балаға сондай бір жылу, махаббат, мейірім керек болып жатыр. Бірақ оны сыртқа шығарып айта алмайды. Көбімізде ішкі бала өлі халде да. Мысалы, кез келген адамның ішінде ересек, ата-ана, бала дейтін үш личность болады, үш тұлға өмір сүреді. Бізде ересек, ол белгілі бір деңгейде қалыптасуы мүмкін, ата-ана бар, ата-анамыздың моделінен алған, мынау болады, мынау болмайды деген сияқты логикалық мәселелер шешетін. Бірақ бала деген рөл басылып тасталынады. Ол маған кедергі жасайды деп ойлаймыз. Мен жасым 30-ға келді, мен серьезный болуым керек деп қатай баламыз, түр жасап аламыз. Дегенмен де бұл ересек адамның амалы емес. Ересек адам бұл үшеуімен де бірге өмір сүре алу керек та. Балаша қуанатын кезде қуанып, сезімдерін көрсетіп, эмоциясын көрсетіп, шығарып, жылағысы келіп тұрса, ішкі жаңағыдай қиындығын, мәселесін айтып, бөлісіп өмір сүру керек. Сол үшін де біз қоғамда өмір сүріп жатыр. Сол үшін де бізде отбасы бар, ата-ана бар, жаңа өзін құратын отбасы бар, достар бар, жұмыстастар бар. Оның барлығы не үшін? Бір-бірімен осы эмоцияларды алмасып, энергияны алмасып өмір сүру үшін. Егер бәріміз бетон сияқты, қазір шынымен солай өмір сүріп жүрдік қой, бәрі жұмыстарына барып келеді, әркімнің өз проблемасы бар, күледі, бір тойға жинады, ахаху-сахаху болып қайтады, бәрі бір жақ болып бір-бірін жамандап отырады да. Ол хал ахуалымыз осындай. Бірақ негізі бұл бұндай болмау керек еді. Неге? Себебі социумды берген кезде ол бір-бірімен бөлісу үшін бізге сезімді бекерден-бекер берген жоқ қой. Оны айту керек, оны талдау керек, оны шығару керек. Немесе адамдар жаңағыдай реніш бар, реніш сақтап қалады, бірақ оны талдай алмайды, аузымен шығарып айта алмайды. Сөйлесу, коммуникация құру деген атымен жоқ. Мына бала солаймен жабылып қалады. Ата-анамен ересек қана өмір сүріп, екеуі керемет диктатор болады адамға. Анау болмайды, мынау болмайды, былай жүруге болмайды, былай тұруға болмайды, былай сөйлеуге болмайды, бүйтпе, сөйтпе деген запреттерді құйып тастайды. Бітті. Сен қырттың да қалдың. Тірі өлік боласың. Осы кезде ішкі состояние примерно өлі деген сөз. Неге? Себебі ішкі состояние жаңағы энергиядан тұрады ғой. Энергия ересек адамда көп болмайды. Мысалы, кішкентай балаларды қарайсыңдар ғой, шаршамайды да олар. Жүгіріп жүреді, бір нәрсе істеп атады, ойнап атады, айқайлап атады. Соның өзінде шаршамайды да олар. Неге? Себебі олардың әлемінде жаңағыдай бір нәрсе қалап тұрмауы, барып алып тастау керек, жасап тастау керек. Ертең жасай алмаймын, мүмкіндігім жоқ деген варианттар атпадайды. Энергиям жоқ деген нәрсе жоқ оларда. Дюрасел сияқты жасай береді да. Дюраселдің өзі отырып қалатын шығар баланың энергиясының жанында. Ал ересек адамда энергия аздау, шектеулі, және ол логикаға салып есептейді да оның барлығын. Егер мен осы үшеуімен өмір сүретін болсам, онда энергиям ұшып тұратын еді. Осы жерде проблема жатыр. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бұл жерде мынандай ғой, сосын
біз состояние деп айтып жатырмық қой. Көп адамда жаңа кішкентай бала өлі және онымен тілдесуге қорқады, онымен байланыс құруға қорқады. Түрлі сен курстан өт, басқасын өт, саған жауапкершілік алуды үйретеді, амал жасауды үйретеді, ақша табуды үйретеді. Бірақ ол кішкентай балаға мысалы ақша керек емес, кішкентай балаға жауапкершілік деген заттар керек емес та. Кішкентай балаға не керек? Эмоция керек. Оның көзі жанатындай нәрселер керек та. Вот осы көзі жанатын амалдарды ол жасамайды. Ол андай қатып қалған запроспен жүреді. Оның армандары андай да: үй алу керек, көлік алу керек, так іштегі шығып қайту керек, мынандай киім алу керек, дәрігерге барып тексеріліп алу керек. Бір андай логикалық, шынымен де маңызды нәрселер жасайды. Кішкентай бала тупой нәрселер айтуы мүмкін. Оның қалауы, білмеймін, болмайтын бір зат сатып алып тастау, ойыншық алу, бір жылтырақты бәленбай мыңға алу деген сияқты. Миға сыймауы мүмкін, бірақ ол оған сондай кайфты береді да. Осы ішкі состояние негізі. Ал енді ішкі состояниемен қалай жұмыс жасаймыз дедік қой. Айтпадым, ұмытып қалдым. Кішкентай баламен контакт орнату арқылы, байланыс орнату арқылы ғана мен тани аламын. Оның армандарын, ойын, қалауларын сыртқа шығару арқылы мен өзімді танимын. Және өзімді тану арқылы мен Алланы тани бастаймын. Неге көп адамда самооценка төмен, неге көп адам қорқады, күмәнданады, әрекет жасай алмайды, неге тәуекелшіл болмайды? Себебі олар Аллаға 100% толыққан сенім тапсыра алмайды. Күдік көп, күмән көп. Ең басты себебі осы жақта жатады, потому что олар кішкентай баланы білмейді, танымайды. Әйтпесе, егер оны танитын болса, онда ешқандай күмән да, қорқыныш та болмас еді. Ол сондай тәуекелшіл адам болатын еді, батыл адам болатын еді, және жеткен жетістігі әлдеқайда көбірек болады. Неге? Себебі кішкентай бала жақсы біледі да. Мысалы, сен өмірге келдің, сәби дүниеге келді дейік. Ол ешнәрсе жасай алмайды ғой. Жаңа қиналмайды, өзі тамақ іше алмайды, оған барлық әлем бүйтіп тұрады да. Ойбай, мына жылап қалмасын, ойбай, мына жуындырайық, ойбай, мына астына ұстырайық деген сияқты ана баланың жағдайын жасап, анасы, әкесі, ата әжесі, бауыры болса, барлық соған махаббатын, вниманиясын беріп жатады. Және осы кезде мен ойладым ба, мен осыған лайықпын ба, мен осыны жасауым керек па деген сияқты нәрселер болған жоқ қой. Мен қайтаруым керек, мен осы үшін чувствогенен сезініп жатырмын, ұялам деген сияқты сезім ойлап мүлде жоқ. Бала кайфовать етіп жатады да, примерно өскенше. Пока ол санасы кіргенше, ол сөйтіп жүреді да, барлық айтқанын оны жасап береді, жағдайын жасап береді деген сияқты ше. Бұл арқылы не айтқым келіп жатыр? Яғни, сен беспомощный күйде болған кезде де Аллах саған заботиться етті да. Қазір сен ойлайсың да, ойбай, мен бүйтсем, мен бақа кетсем, мен көп ақша табамын. Қазір мен өзімді зорлап, қинап жұмыс жасасам, мен байым, андай болады, мындай болады деген сияқты өзіңді қысып аласың да. Бірақ Алла жаратқан кезде пендесін қысу үшін, қиналту үшін, бір бытшытын шығару үшін жаратқан жоқ та, оны сондай махаббатпен жаратты. Что ол өмірге келген кезде барлық әлем заботиться етіп бізге көрсетті. Сенің құндылығың соншалықты жоғары, соншалықты жақсы көреді, соншалықты махаббат, мейірім деген нәрсені сен сезінесің, көресің. Но біз жаңа мынандай контакт жоқ қой жаңағы баламен. Ұмытып қаламыз да, короче, ол есімнен ұмытып кетеді, шығып кетеді да. Мен Аллахтың орнына өзімді қойып аламын да, өзім шешім шығарамын. Так, мен былай жасауым керек, бүйтуім керек, сөйтуім керек деген нәрселер қосыла бастайды. Және қатты болып кетеді, жүрек қатайып кетеді. Жүрек қатайған уақытта ішкі состояние тағы да құлайды. Себебі жүрек мейірімге, махаббатқа сенбейді. Бүкіл әлем қатыгез, жалмауыз, әділетсіз болып көрінеді. Ал шын мәнінде әлем өте күшті, керемет. Білмеймін, мысалы, маған да көп нелер келеді, клиенттер келеді. Сол кезде айтатын ше, білмейді, менде болмай жатыр, мен қолымнан келмейді, мен андаймын, мен мындаймын деп ше. Бірақ соның түпкі нәрсесінде жатқан нәрсе Аллахтың мейірімін көрмеу. Аллахтың саған әуел баста беріп қойған құндылығын түсінбеуде жатыр. Мен просто өзіме көп алып алғанда, анам бәрін ұмытып, өзімнің ішкі әлемімді ұмытып, кім екенімді, қалай жаратылғанымды, қайдан шыққанымды, қаяқтан келгенімді ұмытып кетемін да. Как будто аспаннан салбырап, бір 20 жасымда, 30 жасымда түскендей, сол нәрсемен өмір сүре бастайды. Но олай болмайды. Осы үшін де мен айтамын да, сыртқы факторлар маңызды емес, стрелканы былай бұрмаңыздар.
андай ғой, неге былай болып жатыр, неге сондай болып жатыр деп сұрақтар қоймай, өзіміздің ішімізге үндеміз. Мен не сезініп жатырмын, мен қайдамын вообще. Тіпті бір адамдармен сөйлесіп отырасың ғой, оның ойы тәні осы жерде болуы мүмкін, бірақ ойы басқа жақта отырады да. Ана төленбей жатқан кредитін ойлап кетеді. Әлі уақыты келген жоқ оның. Болмаса бір проблемалар есіне түсіп кетеді. Әйтеуір басқа әлемді ойлап отырады. Даже в моменте өмір сүре алмайды. Ал мұсылман бір күнмен өмір сүру керек деген бар. Осы үшін де состояние маңызды. Энергия состояние тақырыбы айта берсең бітпейді. Бұл тақырып қызық болса, барлығымыз комментарийға плюс қоямыз, жазайық. Осы видеоны алып инстаграмда бөлісіңіздер. Маған бұл өте орысша айтқан кезде приятно болар еді. Бұл өте бір қызық видео болды деп ойлаймын. Пайдалы болса қуаныштымын. Каналға жазылып аламыз, міндетті түрде сұрақтар болса комментарийға жазамыз. Мен ол сұрақтарға жауап ретінде видеоларды түсіретін боламын. Сендермен бірге болған мен халықтың Фаризасы. Келесі кездескенше.